Елімізде ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылады. Бұл ұйымға барлық деңгейдегі бизнес субъектілері мен мүше бола алады. Олар ай сайын жарна төлеп отырады. Әзірге оның сомасы белгіленген жоқ. Ал жарнадан жиылған қаражат түкпір-түкпірдегі ауылдарда кәсіпкерлік нысандарын ашуға жұмсалмақ. Палата жұмысын үкімет қадағалайтын болады. Кәсіпкерлерді бір қолға жұмылдыру сыртқы сауда саясатына төтеп беру үшін керек. Бүгін парламент сенаты ұлттық кәсіпкерлер палатасын құру туралы жаңа заңды қабылдады. Депутаттар құжаттың шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасайтынына сенімді. Бір жылда сенаторлар 96 заң қабылдап, үкіметке 100-ден астам сауал жолдаған. Бүгін сенат төрағасы Қайрат Мәми 5-ші шақырылған парламенттің 2-ші сессиясын қорытындылады. Заң шығарудың жұмыстың көбісі елбасының биылғы Қазақстан халқына жолдауындағы стратегиялық дамудың 2050 жылға дейінгі негіздеріне жоспарланды. Сол негізде көп заңдар қайта қаралды. Ол заңдар индустриялық инновациялық саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік қызметті, сот және құқық қорғау жүйелерін реформалау, білім беруді дамыту, халықты әлеуметтік қамсыздандыруды оңтайландыру салаларындағы құқықтық қатынастарды жетілдіруге бағытталды.